Саламатсыздар ма балалар? Сәлеметсіздер. Бүгінгі сабаққа деген көңіл күйлерің қалай? Тамаша. Отырыңдар. Балалар, ендеше бүгінгі сабаққа дайын болсақ, сабағымызды бастай берейік. Яғни бірінші мен сендерге жаңағы тақырыпты ашу үшін сұрақтар қоямын. Сол сұрақтарға жауап береміз. Жасушасында кездесетін органы кім айтады? Айта ғой. Хлоропласт. Жақсы. Келесі сұрағымыз. Фотосинтез процесі жүретін органы мына жаққа қояйық, айта ғой. Хлоропласт. Жақсы. Бұл жасыл балдырлар мен қарапайымдардың симбиозынан пайда болған органы? Хлоропласт. Хлоропласт екен. Келесі сұрағымыз. Хлорофилл пигменті бар органы, айта ғой. Хлоропласт. Хлоропласты. Жақсы балалар. Ендеше бүгінгі тақырыбымыз қандай екен сонда? Хлоропласт. Балалар, міне тақырыбымызды ашып алып, енді сендерге мен қазір осы тақырып жайында жаңағы бейне фильмді көрсетемін. Сол бойынша фильмді қарай отырып, ары қарай топпен жұмыс істейтін боламыз. Бір өсімдік жасушасын мысалға алайық. Бұл өте айқын. Себебі өсімдік жасушасында жасуша қабырғасы болады. Мен өсімдік жасушасын таңдадым. Себебі мұнда митохондриямен ұқсас бір органелла бар. Бірақ бұл тек қана өсімдік жасушасында ғана кездеседі. Бұл фотосинтез процесіне қажетті ең басты қорек жасайтын органелла пластид болып табылады. Пластид бактерия сияқты ұзақ жылдар бұрын өмір сүрген. Кейін өсімдік жасушасы келіп, оны өзіне қосып алған. Ол жарықты глюкоза қосылыстарына айналдырады. Бұл процесс қалай болған ешкім нақты білмейді, бірақ ғалымдар осы қосып алу процесі болғанына сенімді. Себебі митохондрияда пластидте қос мембраналы болып келеді. Біреуі өзінікі, ал екіншісі қосып алған немесе сіңіріп алған жасушаныкі. Пластидтердің 3 түрі болады: лейкопласт, хлоропласт, хромопласт. Хлоропласт солардың ең маңызды түрі. Олар жарықты қантпен оттекке айналдырады. Өсімдіктерге оттегінің қажеті жоқ. Сол үшін олар оттекті сыртқа шығарып тастап, бізге ауа ретінде беріледі. Біз бұл оттекпен тыныс алатын боламыз. Барлық жасыл түсті өсімдіктер бөліктерінде, мысалы жапырақ, бұтақ, піспеген жемістерде хлоропласттар болады. Хлоропласт туралы толық айтатын болсақ, қос мембраналы болып келеді. Ішкі бөліктерінен тұрады және қорғаныш қызметін атқарады. Яғни оның ішкі және сыртқы мембранасы болады. Ішкі мембранасында строма мен грана болады. Строма хлоропласттың цитоплазмасы болып табылады. Стромада синтезге қажетті ферменттер болады. Грана бірнеше тилакоидтардан тұрады. Хлорофилл молекулалары әрбір тилакоид мембранасының бетінде орналасады. Хлорофилл молекулалары күн сәулесінен энергия алып, энергияға бай молекулалар стромаға шығады. Одан көміртек түзіліп қанттар синтезделінеді. Міне осылай процесс жүреді. Стромада ламелла деген бөлігі болады. Ол хлоропласт қаңқасы болып табылады. Ол граналарды белгілі бір арақашықтықта ұстап, хлоропласттың тиімділігін арттырып отырады. Хлоропласттың негізгі мақсаты жасушаның қызметіне қажетті қантты өндіру. Хлоропласттағы хлорофилл күн энергиясын алғасын, оны химиялық энергияға айналдырады. НАДФ, АТФ деп аталады. Олар стромаға қарай қозғалады. Онда ферменттер көмір қышқыл газынан көміртек газын алады. Соңында мұндай молекулалық формула қант пен оттек түзіп шығарады. Ал жануарлар мен өсімдіктер түзілген энергияны әрі қарай өз пайдасына қолдана береді.
Сонымен хлоропласттың мынадай қызметтері бар. Фотосинтез, оттекпен қамтамасыз ету, крахмал қорын сақтау, көмір қышқыл газын пайдаға асыру, хромопластқа айнала алады, және соңғысы липид қорын сақтау. Жаңағы бейне фильмді көріп болсақ, енді жаңағы топпен жұмыс істейміз. Яғни кластық құру әдісі бойынша жаңа сендер топқа бөлінгенсіңдер енді бірінші топ, мыналар екінші топ. Яғни бірінші топта хлоропласттың құрылысы туралы талдайтын боласыңдар, ал екінші топ хлоропласттың қызметі мен химиялық құрамын талдайтын боламыз. Жақсы, ендеше алдарында сендерге жаңағы берілген ақпараттар берілді. Сол бойынша талдайтын боламыз. Өз ойы Қане, жұмыстарымызды аяқтадық па балалар? Бірінші топ аяқтадық па? Екінші топ аяқтадық па? Жақсы, тамаша. Ендеше ортаға шыға қойып, қане, жұмыстарымызды қорғайып. Біздің сызба нұсқамыз бұл хлоропласттың құрылысы. Бұның сыртын біз сыртқы мембрана деп атасақ, ішкісін мембрана кеңесік, ал шықшы қабатын ішкі мембрана деп атамыз. Бұл жердегі, мына жердегі олар гранулар, ал оларды байланыстыратын ламела, және мына жердегі күлгін түстер ол крахмал, бұл жердегі сарылар майтовшис деп аталады. Ал бұл жердегі төртбұрыштер тилакоид деп аталады. Және бұл жердегі сыртқы мембрана мен ішкі мембранасын әйгерім айтып кетсе. Мына жерде сыртқы мембрана тегіс, ал ішкі мембрана ішіне қарай батырыңқы болады, және тилакоидтар түрде болады. Және де тилакоид ол грануланы түзеді, ал оларды байланыстырып тұратын ламела деп аталады. Ішкі сұйықтығы строма деп аталады. Балалар, рахмет, отыра қойыңдар. Қане, екінші топ жұмысымызды бастайық. Қане, тақтаға шыға қойып. Ал, қане, бастай қойыңдар жұмыстарыңды балалар. Негізгі жұмысымыз ол хлоропласттың қызметі мен құрамы. Хлоропласттың химиялық құрамында тоқталсақ, ол наркоз, пигмент, ДНК, РНК, хлорофилл, магний, К-Е дәрумендері және каротиноидтар деп бөлінеді. Хлоропласттың қызметі стромадан тилакоидтардың басқа рибосомалар жіпшелер болады. Хлоропласттар жартылай автономды органиттер. Хлоропласттың басты қызметі фотосинтез. Сонымен қатар олар май қышқылдары мен амин қышқылдарының синтезіне қатысады. Крахмал қорын уақытша жинайтын орган. Жақсы, тамаша балалар жұмыстарына. Отыра қойыңдар. Тапсырмамыз, яғни жаңағы екі топта істейміз. Бірінші топ бізде жаңағы сөздер берілген, екінші топта да берілген. Осыны бір-біріне сәйкестендіреміз. Қане, кеттік, топпен бірлесіп жұмыс істейміз. Қане балалар, аяқтадық па? Жақсы, бірінші топ, қане, кім ортаға тақтаға шығып, жаңағы белгілей қояды. Болды.
Аха. Иә, бізде дұрыс, өте жақсы. Бұл жерде граналар сульфатолизі болады, ал мембрана болса фотосинтездің жарық кезеңі, ал силакоид ол көмірсулардың синтезі болса, строма ол фотосинтездің қараңғы кезі болып көрсетіледі. Жақсы, тамаша, дұрыс. Отыра орнына. Ал қане екінші топ жұмысымызды қане бастай қояйық. Ал түсіндіре ғой қане. Юпитер бізде 32%, екінші фосфор 50%, үшінші фотосинтез пигменті 60%, соңғысы калий 50%. Жақсы, тамаша. Ал балалар, келесі біздің тапсырмамыз әрқайсымызға жеке беріледі. Я жоқ деп жауап береміз. Яғни бұл жерде берілген дәлелдемелерге дұрыс болса жасылды, егер теріс болса қызылды көтереміз. Сендердің алдарында жаңа карточкалар тұр балалар. Сол бойынша соны көтеру арқылы жаңағы белгі бересіңдер. Кеттік, бастайық қане. Бірінші, пластиктер жануарлардың жасушасында кездесетін органик. Барлығымыздікі дұрыс, жақсы. Келесі, құрамында сақиналы ДНК бар. Жақсы, дұрыс жауап бердіңдер. Келеміз қане балалар. Хлорофилл дәннің қызыл көк күлгін спектрлерін қабылдамайды. Бізде бір балағына дұрыс көтерді, қызыл. Бұл дұрыс жауабы қызыл болуға түсті. Келесі сұрағымыз. Хлорофилл құрамында магний элементі кездеседі. Дұрыс, бәрімізде дұрыс. Бір оқушымыз теріс көтерді, бізде қызыл. Қалғандары дұрыс. Міне балалар, әрқайсың жауап бердіңдер. Яғни бұл жерде бағаланып кетесіңдер. Мына жерде барлығына дұрыс жауап берген, жаңағы әрқайсың бір балмен жаңа қателесіп жатсыңдар. Айнұрға барлығына дұрыс жауап берді. Сондықтан Айнұрға 10 балл, қалғандарымызға 9 балмен жаңа бағаланады. Жақсы балалар. Енді келесі тапсырмамыз. Келесі тапсырмамыз бізде кері байланыс. Яғни мына жерде сендерде білім қоржыны берілген, яғни 3 қоржын берілген. Біріншісінде өте жақсы түсіндім сабақты қызыл қоржынға саламыз. Келесі, мен сабақты жақсы түсіндім келесісіне. Тақырып бойынша әлі де ізденуім керекті келесісіне саламыз. Яғни сендердің алдарында стикерлер берілген, соған өз ойларыңды жазып, осы 3 қоржынға әкеліп саласыңдар. Кеттік қане балалар. Өте жақсы түсіндім, мен үшін қызықты болды. Жазыңыз. Мен болдым. Қане, ал сала қояйық. Мен сабақты жақсы түсіндім. Аха, келесі. Мен сабақты өте жақсы түсіндім. Міне бұл қызыма өте тамаша түсті. Аха, келесі. Мен сабақты жақсы түсіндім. Келесі қане. Келесі. Мен сабақты жақсы түсіндім. Келесі кім бізде? Мен сабақты жақсы түсіндім. Жақсы балалар, бәріне түсінікті болған екен. Ендеше өз ойларыңды, пікірлеріңді жазып, қалтаң қоржындарына салдыңдар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды балалар. Рахмет сендерге.